Парсыларда қисайған жүк жолда құлайды деген мақал бар. Бізде жүк тұрмақ жүргізушілердің жолда қисайып қалатыны бар. Яки алкогольге тойып алып, рөлге отыратын бәрін шешкіш тырнақшаның ішіндегі батырлар. Президент ішімдік ішіп көлік жүргізгендерге жаза қатаң болу керек деді. 2020 жылдың 6 айында 881 шопыр қылмыстық жауапқа тартылды. 3400 азамат көлік жүргізу куәлігінен айырылды. 6700-ге жуығы әртүрлі мерзімге қамалды. Ішіп рөлге отырғандардың обалы жоқ екені анық. Жазалау керек. Бұл жерде тәртіп сақшыларын толықтай қолдаймыз. Бірақ кейде ішпей жемей жол апатына түсіп, не істерін білмей абдырап қалатын ағайын бар. Кімге қандай құжат көрсетерін, өз құқығын қалай қорғау керегін білмей шошынып қалады. Оларды ақпараттандыру міндет. Бұл жұмысты біз жасамағанда кім жасайды? Ендеше Марина Абдулланың сюжетіне назар салыңыздар. Бір апта бойы мұқият зерттеді. Біз бүгін Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті қызметкерлерімен бірге елордадағы жол көлік оқиғаларын тіркемекке рейдке шықтық. Міне алғашқы қоңырау Иманова 41 мекен жайынан келіп түсті. Қандай жағдай орын алған бірге барып көреміз. Машинаны соққан, машина прям қозғалып кетті. Сырттан көрген ол. Но ана қашпаған, айналып қарағанда машинаны сосын дальше кеткен. Куәгерлердің айтуынша газель мінген жігіт көлікті қаққанын бірден байқап із суытқан. Соған қарағанда зардап келтіруші оқиға орнынан түсіндірмесіз кетіп қалса, 1 жылға көлік жүргізу куәлігінен айырылатын ереженің бар екенін білмейтін секілді. Ал полиция қызметкерлері келгеннен кейінгі тексеріс бұлай жүрмек. Бірінші бізге жедел басқарма орталығынан рация арқылы байланыс түседі. Біз қоңырауды қабыл алып, оқиға орнына барамыз. Оқиға орнына барған кезде жүргізушілерден мән жағдайды сұрамыз. Біз оларға түсініктеме береміз. Жаңағы жол көлік оқиғасы қалай болған жазу, әр өзі жүргізуші өзінің несін жазу керек, қалай болған. Оқиға орнын рәсімдеу сызамыз. Машиналардың тұрғандарын қалай тұрған, ЖКО-дан кейін қалай орналасқан машиналар, көліктер. Жаңа көшені сызамыз, көшенің қиылысын. Қай үйдің қарама қарсы қандай үйге қай жерде болған соны сызамыз. Сосын сіз болғаннан кейін екі жүргізушінің қатысуымен жаңа жерді өлшейміз. Мысалға алдыңғы дөңгелектен жолдың шетіне дейін қанша метр екен, соның бәрін жазып шығамыз. Сосын соның бәрін өлшеп болғаннан кейін көліктерді шетке алып, жаңа жүргізушінің қайсысы кінәлі екенін сол жерде определять етіп, соған әкімшілік хаттама толтырып береміз. Апат болғаннан кейін кінәлі тарап 3 күн ішінде өз сақтандыру компаниясына хабарлама жіберуге міндетті. Ал компания болса 10 күн ішінде іспен танысып шығын көлемін анықтап береді. Есептелген қаржы 600 айлық есептік көрсеткіштен яки 1.750.200 теңгеден асып кеткен жағдайда кінәлі тарап қалған қаражатты өзі төлеуге міндетті. Сонымен қатар сақтандыру компаниясы мына жағдайда жауапкершіліктен бас тарта алады. Егерде жаңағы көлік құралын басқарушы азамат, яғни оның жалпы сақтандыру полисі болған жағдайда да, бірақ та ішімдік күйінде, яғни арақты ішіп автокөлікті басқарса, онда жаңағы сақтандыру компаниясы оның басқа автокөлікке келтірген зиянын өтеуден бас тартады. Егер сіздің көлікке зақым келтірген тараптың сақтандыру полисі болмаса, ол шығынды өтеуден бас тартса, қайтпек керек. На самом деле, до сих пор существует... Сол кезде зардап шегуші келтірілген шығынды анықтау үшін тәуелсіз бағалаушы эксперт жалдауына тура келеді. Содан кейін барып ол азаматтық сотқа арыз бере алады. Сақтандыру компаниясы есептеп берген шығынмен келіспейтін болсаңыз, арнайы тәуелсіз бағалаушы компанияларға жүгіне аласыз. Дело в том, что оценочная деятельность... Көп жағдайда бағалаушылар ескі жүйемен, не болмаса дұрыс емес жолмен бағалап қолыққа басып жатады. Сол үшін де соңғы лицензиясына мән беру қажет. Кейде зардап шегуші сақтандыру компаниясының бағалап берген қаржысын күтпестен көлікті жөндеп қойып жатады. Ол кезде жәбірленуші сарапшылардың есептеген қаржысын ғана алады. Өйткені жөнделген көліктің шығынын қайта есептеу мүмкін емес. Екіншіден, кейбір пысықтар, егер зардап көлемі 200 мың теңге болса, одан да көп өндіріп береміз деп адамды алдайды. Одан сақ болу керек. Байқамай қалдыңыз ба? Скорый келді ма? Келді. Оларды қараған жоқ, кішкентай балалар отырған. Жалпы жол апаттары әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 610-шы бабында қарастырылған. Егер жол көлік апаты оқиғасында жүргізушілер немесе жүргізушінің жанындағы адамдар жедел жәрдем
медициналық көмекке жүгінетін болса, жәбірленуші адамдар бар болатын болса, онда екінші тармақ бойынша қарастырылады. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері сізден көлік жүргізуші куәлігімен бірге техникалық паспортты сұратады. Егер құжатыңызды үйде ұмыт қалдырсаңыз, бір реттік түсініктеме хат жазып бере аласыз. Кейін кінәлі тараптың көлік жүргізуші куәлігін тартып алып, орнына уақытша жүру құжатын береді. Оқиғадан кейін 15 күн ішінде сіздің телефоныңызға сот болатыны туралы хабарлама келеді. Кейін кінәлі тарап сот толығымен біткеннен кейін барып, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлды төлеп қана көлік жүргізуші куәлігін қайтарып ала алады. Марина Абдулла, Саветхан Жағиев, Асылбек Құспанов. Мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат хабар жолдасаңыз болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.